Біз біреу жетістікке жеткенде немесе бақытты өмір сүргенде ішімізде реніш сезімін сеземіз. Бұл табиғи көрінуі мүмкін, бірақ күншілдік ол тек эмоция ғана емес. Ол әр адамның жан жарасы, адам психологиясын, әлеуметтік қарым-қатынастарды және өміріміздің сапасын бұзатын күш. Бүгін біз осы сезімнің психологиялық, әлеуметтік және тарихи қырларын қарастырамыз. Сонымен бірге оны өз дамуымыз бен мотивациямыз үшін қалай пайдалану керектігін талқылаймыз. Бірінші, психологиялық себептері. Күншілдік көбінесе адамның өзін төмен сезінуі мен ішкі сенімсіздігінен басталады. Себептері: біз өзімізді өзімізге жетіспейтін нәрселермен салыстырамыз. Сонымен қатар, бала кезден бастап әлеуметтік салыстырулар, мектептегі бәсекелестік, отбасыдағы жағдай бәрі психологиялық із қалдырады. Психологиялық тұрғыдан күншілдік ол адамның өзін қабылдамауы және өзін-өзі бағалаудың төмендігі. Екінші, әлеуметтік көрінісі. Күншілдік тек жеке адамның ішкі сезімі емес, ол қоғамда да көрініс табады. Жұмыс орнында әріптестің жетістігіне ызаланған сезім, әлеуметтік желіде адамдардың жетістігіне жағымсыз пікірлер жазу, достар арасындағы бәсекелестік пен сенімсіздік. Күншілдік адамдар арасындағы қарым-қатынасты бұзады, қоғамдағы сенімділікті азайтады. Бұл тек жеке адамның проблемасы емес, әлеуметтік құбылыс. Үшінші, тарихтан мысалдар. Тарихтан біз күншілдіктің қандай зардаптарға әкелгенін көре аламыз. Мысалы, бірінші, Юлий Цезарьдің өлтірілуі біздің заманымызға дейінгі 44 жылда. Рим империясының ұлы қолбасшысы Юлий Цезарь халықтың сүйіктісіне айналған кезде сенаттағы кейбір ықпалды адамдардың арасында күншілдік күшейеді. Олардың ішінде тіпті Цезарьдің досы Брут та болады. Ол тым мықты болып барады, билікті толықтай иемденіп алады деген қызғаныштан туған ой оларды қастандыққа итермелеген. Нәтижесінде Цезарьді өлтіру тек бір адамның емес, тұтас Рим империясының тарихын өзгертті. Егер сол күншілдік болмағанда, Рим ұзақ уақыт тұрақты басқаруда, дамуда мүмкін беді. Екінші мысал, Аттила қайтыс болғаннан кейінгі Ғұн империясының ыдырауы. Аттила Европадағы ең ықпалды билеушілердің бірі болды. Оның қол астына көптеген тайпалар бірікті. Бірақ ол қайтыс болғаннан кейін мұрагерлері арасындағы күншілдік пен ішкі қызғаныш бірлікті бұзды. Әрқайсысы билікке таласып, бір-біріне қарсы соғысты. Соның салдарынан ұлы империя әлсіреп, тарих сахнасынан біртіндеп жоғалды. Егер олар бір-біріне күншілдік танытпай бірлікті сақтағанда, Аттиланың ұрпақтары Европаның болашағын түбегейлі өзгертуі де мүмкін беді. Яғни адамзат тарихында күншілдік тек жеке адамдарды ғана емес, тұтас мемлекеттер мен империяларды да құлатқан. Адамзат тарихында күншілдік талай империяларды құлатып, ұлы тұлғалардың тағдырын өзгерткен. Ал сіз қандай оқиғаны білесіз? Мүмкін күншілдіктің кесірінен бұзылған достықты, отбасы немесе өз оқиғаңыз. Өз ойыңызды комментарийде жаза кетіңіз. Сізбен пікір алмасу біз үшін маңызды. Ары қарай төртінші, күншілдікті өз пайдаңызға пайдалану. Күншілдікті толық жою мүмкін емес, бірақ оны өзіңді дамытуға қолдануға болады. Бірінші, салыстыруды тоқтату. Өзіңізді өткеніңізбен салыстырыңыз, өзгелермен емес. Екінші, мақсат қою. Басқаның жетістігі ол сізге шабыт, мотивация көзі болсын. Үшінші, ішкі сенімділікті арттыру. Күнделікті өзіңіздің кіші жетістіктеріңізді мойындаңыз, өзіңізді мақтаңыз. Төртінші, қоршаған ортаны өзгерту. Жеке өміріңізді жағымды адамдармен толықтырыңыз, бәсекелестік емес, ынтымақтастық орнатыңыз. Бесінші, шығармашылыққа айландыру. Кімде не жетістік бар, соны көріп, өз мақсаттарыңызды жетілдіру үшін әрекет жасаңыз. Күншілдікті өз мүмкіндіктеріңізді жетілдіруге қолданыңыз. Қорытындылай айтқанда, күншілдік бұл жан жара, бірақ оны өз пайдаңызға айландыруға болады. Басқаның жетістігіне ызаланудың орнына оны сізді
өз биігіңізге көтеретін күш ретінде қабылдаңыз. Тек оны дұрыс түсініп, өзін дамытуға, мотивация алуға бағыттау керек. Тарихи мысалдар көрсеткендей, егер күншілдік болмағанда, қоғам мен халықтар әлде қайда бірігіп, адамзат әлде қашан үлкен жетістіктерге жетер ме еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Егер біз күншілдікті түсініп, оны позитивке айландыра білсек, әрбір ішкі жара жаңа мүмкіндікке айналады. Сондықтан келесі рет өзіңізде күншілдік сезімі пайда болса, оны өз жетістігіңізге баспалдақ ретінде қолданыңыз.